Жел ұйтқып соғып, ескі қорым маңындағы ағаштарды ыңырстады. Сол қорымға баратын тар сүрлеумен бір әйел жалғыз келе жатты. Басындағы орамал қара. Иығына түскен шапан тозған. Бірақ көзге бірден түсетін ерекшелік бар. Жүзі сабырлы. Көзінде қорқыныш жоқ. Көпті көрген адамның жанары. Ауыл тұрғындары оны Сыған Сары атайды. Нақты аты ұмытылған. Қайдан келгені белгісіз. Бір күні пайда болып, содан бері осы маңда тұрақтап қалған. Ешкіммен жақын араласпайды. Ешкімге жалынбайды. Бірақ адамдар өзі іздеп келеді. Себебі бар. Ол көріпкел. Бірақ қарапайым балгер емес. Сара ешқашан болашақты ашық айтпайды. Тек ишара, тек белгі. Ал ең қорқыныштысы, оның айтқаны міндетті түрде орындалады. Ауылда алғаш рет оның аты шыққан оқиға әлі ұмытылмаған. Бірнеше жыл бұрын жас келіншек Айжан жоғалып кеткен. 3 күн бойы іздеген. Орман, өзен, жыра, бәрі қаралған. Еш белгі табылмаған. Сол кезде біреу Сараға баруды ұсынған. Алғақында сенбеген. Кейін үміт үзілген соң баруға мәжбүр болған. Сара еш сұрақ қоймаған. Кек ұзақ қарап отырып, суық су, тыныштық, дауыс жоқ, деген. Іздеу тобы өзенге қайта барған. Айжанның денесі дәл сол жерден табылған. Содан бастап ауылда бір түсінік қалыптасты. Сара өтірік айтпайды. Бірақ оның әр сөзі ауыр шындық. Бүгінде Сара қорымға бет алды. Қолында кішкентай дорба. Ішінде не барын ешкім білмейді. Бірақ оны көргендер бір нәрсені байқаған. Әр келген сайын бір моланың қасына ұзақ отырып қалады. Сол моланың иесі белгісіз. Еш жазу жоқ. Кек тас. Бүгін ол сол жерге тағы тоқтады. Жел күшейді. Сара тізерлеп отырды. Қолмен топырақты сипады. Бір сәт көзін жұмды. Сол кезде бір тамшы жас жерге түсті. Бір ғана тамшы. Бірақ дәл сол сәтте жел тоқтады. Ауа тынық қалды. Табиғат бір белгі бергендей. Ауыл шетінде тұратын Данияр сол кеште мазасызданды. Жасы 30-ға енді толған. Қарапайым жүргізуші. Әйелі бір қызы бар. Соңғы күндері түсініксіз жағдайлар көбейген. Түнде бір дыбыс естіледі. Біреу жүргендей. Бірақ есік жабық. Айнада бір көлеңке көрінеді. Артына қараса, ешкім жоқ. Ең қорқыныштысы қызының сөзі. 5 жастағы бала бір күні, «Әке, анау әже тағы келді», деген. Қай әже? Қара киімді. Сол сәтте Даниярдың денесі мұздап кеткен. Себебі ол сипат бір адамға ғана келеді. Сара. Келесі күні таңертең ол шешім қабылдады. Баруға тиіс. Сара тұратын үй ауыл шетінде. Ескі қыстаудың орнында. Жол нашар. Адам сирек барады. Есікті қаққанда ұзақ күтті. Ақыры есік ашылды. Сара үнсіз тұр. Көздері тік қарайды. Данияр бірден сөйлеуге батпады. Бір түрлі қысым сезілді. «Үйге кір», деген ишара жасалды. Іште жарық әлсіз. Қабырғаларда ескі суреттер. Бірде-бір таныс бейне жоқ. Сара үстелге отырды. Данияр қарсысына жайғасты. Ұзақ үнсіздік. Содан кейін Сара кенет. «Көре бастады», деді. Данияр селк етті. «Кім?» «Балаң». «Қызым». Сара басын изеді. «Иә». «Бұл қалыпты ма?» Сара жауап бермеді. Бір кесе су құйды. Үстелге қойды. «Іш». Данияр суды алды, бірақ ішуге батпады. «Бұл не болып жатыр?» Сара алғаш рет көзін тайдырды. Кей адамдар есік сияқты. Қандай есік? Екі әлемнің арасында. Жүрек соғысы жиілеп кетті. Менің қызым ашылып жатыр. Сол сәтте сырттан қатты жел соқты. Терезе сықырлады. Сара орнынан тұрып терезеге қарады. Сосын баяу, «Кешігіп қалдың», деді. «Неге? Бұны тоқтату қиын болады». Данияр орнынан атып тұрды. «Қалай тоқтатам?» Сара бұрылды. Көзінде алғаш рет ауырлық көрінді. «Бір ғана жол бар». «Қандай?» Ұзақ үнсіздік. Сосын өте жай дауыспен. «Біреу кетуі керек».
Бұл сөз ауада қатып қалғандай әсер берді. Даниярдың миы қабылдамады. Не дегенің? Сара жауап бермеді. Кек үстелдің үстіндегі кішкентай айнаға қарады. Сол айнада бір сәтке бөтен бейне жылт етті. Қарт әйелдің жүзі. Көздері қараңғы. Сосын жоқ болды. Данияр да көрді. Сол сәтте бәрі анық болды. Бұл жай сөз емес. Бұл басталған нәрсе. Сол күні кешке Сара қайтадан қорымға барды. Баяғы мола, тағы тізерледі. Тағы көзін жұмды. Бұл жолы 2 тамшы жас түсті. Жел тағы тоқтады. Бірақ бұл жолы тыныштық басым болды. Жердің астынан бір сыр қозғалғандай. Сара сыбырлады. Тағы басталды. Осыдан кейін ауылда бірінен кейін бірі түсініксіз оқиғалар басталады. Ал Даниярдың қызы сол оқиғалардың ортасында қалады. Ал Сараның көз жасы жай ғана қайғы емес, ол белгі. Данияр көзіле алмады. Үйдің іші тыныш, бірақ тыныштықтың өзі қысым жасайтындай ауыр. Әрбір сыбдыр құлаққа анық естіледі. Сағаттың тықылы бұрын байқалмайтын, енді әр секунд санаға соққы береді. Қызы Аяла бөлек бөлмеде ұйықтап жатыр. Кешке дейін бәрі қалыпты көрінген. Күлді, ойнады, анасына еркеледі. Бірақ тым түскен соң мінезі өзгерді. Бір бұрышқа қарап ұзақ отырған. Ештеңе сұрамай, тек тыңдағандай күйде. Бір сәтте: «Әке, ол бүгін жақын тұр», деген. Сол сөзден кейін үйдің ауасы өзгергендей болды. Түн ортасы ауғанда Данияр шыдай алмады. Ақырын орнынан тұрып, қызының бөлмесіне кірді. Есік сықырламасын деп баяу ашты. Іште жарық жоқ. Терезеден түскен ай сәулесі ғана әлсіз көлеңке түсіріп тұр. Аяла төсегінде отыр. Ұйықтамай отыр. Көздері ашық. Бірақ ол Даниярға қарамайды. Қарап отырған бағыты терезе. «Аяла». Жауап жоқ. Данияр жақындады. Сол сәтте қыз сыбырлады. «Тыңдашы». «Нені?» Ол сөйлеп жатыр. Даниярдың тамағы құрғап кетті. «Кім?» Аяла баяу басын бұрды. Көзінде балаға тән жарық жоқ. Қым терең. «Сен көрмейсің». Сол түні тағы бір жағдай болды. Таңға жақын үйдің сыртынан аяқ дыбысы естілді. Құрғақ топырақ үстімен жүргендей анық қадамдар. Данияр сыртқа шықты. Ешкім жоқ. Бірақ жерге қарағанда дымқыл іздер көрінді. Жалаң аяқ ізі. Кішкентай емес, ересек адамдікі. Іздер дәл терезенің астына дейін келіп тоқтаған. Сосын жоқ болып кеткен. Жер әрі қарай таптаза. Таңертең Данияр қайтадан Сараға барды. Бұл жолы есікті бірден ашты. Сара дайын тұрғандай. «Көрдің?» деді. «Бұл сұрақ емес, тұжырым». Данияр басын іздеді. «Іздер. Ол енді жақын». «Кім?» Сара жауап бермеді. Бір шүберекке оралған затты үстелге қойды. «Бұны ал». «Бұл не?» «Қорғайды». Данияр қолын алды. Ашпады. «Қалай?» «Төсектің астына қой». «Қызым үшін бе?» «Кеш емес кезде көмектеседі». Сол сөз Даниярдың жүйкесін жұқартты. «Ал кеш болса ше?» Сара ұзақ үнсіз қалды. Сосын: «Онда ешкім көмектесе алмайды». Сара кенет сұрақ қойды. «Үйімнің орнында бұрын не болғанын білесің де?» «Жоқ. Жаңа үй. Жер жаңа емес». Осы сөз ауыр тиді. «Нені меңзеп тұрсың?» «Кейбір жерлер естелікті сақтайды». «Қандай естелік?» Сара тік қарады. Аяқталмаған нәрсе. Данияр алғаш рет қорыққан жасырмады. «Нақты айтшы». Сара орнынан тұрды. Терезеге жақындады. Бір әйел болған. «Қандай әйел?» «Жалғыз». «Сосын?» «Баласы болған». Даниярдың жүрегі шым етті. «Қыз бала ма?» Сара басын изеді. «Одан кейін?» Ұзақ үнсіздік. Сосын жай ғана: «Екеуі де өлген». Ауа ауырлап кетті. Данияр бір қадам артқа шегінді. «Қалай?» «Адамдар әртүрлі айтады». «Ал сен?» Сара баяу бұрылды. «Мен көремін». «Не көрдім?» Сара көзін жұмды. Қараңғы түн. Айқай жоқ. Тек тыныштық. Сосын суық. Даниярдың денесі тітіркенді. «Оларды кім?» Сара сөзін бөлді. «Бұл маңызды емес». «Неге?»
Себебі мәселе өткенде емес. Онда қайда? Қазір. Сара үстел үстіндегі айнаны Даниярға қарай жылжытты. Қара. Данияр қарады. Алғашында ештеңе жоқ. Сосын бір көлеңке қозғалды. Аяла. Бірақ жалғыз емес. Артына біреу жақын тұрған. Беті анық емес. Тек көздері көрінеді. Қараңғы. Терең. Сол сәтте Данияр айнаны итеріп жіберді. Бұл не? Сара тыныш. Ол жалғыз емес. Неге менің қызым? Сара ауыр дем алды. Себебі ол көре алады. Басқалар көрмей ме? Көп адам көреді. Онда неге оларда ештеңе болмайды? Сара жауап берді. Көбі байқамайды. Ал ол қабылдап жатыр. Сол сәтте Сара тағы бір нәрсе айтты. Ең қауіптісі байланыс. Қандай байланыс? Егер олар бір-бірін түсінсе, Даниярдың тынысы тарылды. Не болады? Сара көзін төмен түсірді. Сонда ол толық өтеді. Қайда өтеді? Бұл жаққа. Үнсіздік. Сөз жоқ. Тек бір түсінік. Бұл енді жай қорқыныш емес. Бұл шекара. Данияр үйге қайтқанда күн еңкейіп қалған. Ішке кіргенде бірден суық сезілді. Жылы үй емес, бөтен жер сияқты. Аяла тағы да терезе жанында отыр. Қозғалмай. Аяла. Қыз жай ғана. Ол ашуланды деді. Неге? Сен бардың. Данияр жақындады. Кім ашуланды? Аяла баяу басын бұрды. Көздері дымқыл. Әже. Сол сәтте бөлмедегі ауа қозғалды. Перде өздігінен сәл көтерілді. Ешқандай жел жоқ, бірақ қозғалыс анық. Данияр қалтасынан Сара берген затты шығарды. Төсектің астына қойды. Бірнеше секунд өтті. Ауа сәл жеңілдегендей болды. Аяла терең дем алды. Ол кетті. Бірақ бұл тек уақытша еді. Түн қайта түсті. Ал бұл түн бұрынғысынан ауыр болатынын Данияр ішінен сезді. Сол түні түс көрді. Қара су, тыныш. Судың ішінде бір бейне тұр. Сол әйел. Қолында бала. Екеуі де су астында. Бірақ көздері ашық. Тік қарайды. Көмек сұрамайды. Кек қарайды. Таңертең оянғанда бір нәрсе анық болды. Бұл жай ғана кездейсоқтық емес. Бұл байланыс әлдеқашан басталған. Ал ең қорқыныштысы, Сара айтқан сөз енді мағына бере бастады. Біреу кетуі керек. Сол күні кешке ауылда тағы бір хабар тарады. Қорым маңында біреулер түнде әйелдің жылағанын естіген. Дауысы әлсіз, бірақ тоқтамайды. Ал Сара сол түні үшінші рет сол молаға барды. Бұл жолы ол ұзақ отырмады. Кек бір нәрсе айтты. Уақыт келді. Жер сәл қозғалғандай болды. Таң баяу атты. Күннің алғашқы жарығы үйдің ішіне енгенде ғана түнгі ауыр сезім біршама сейілгендей болды. Бірақ толық кеткен жоқ. Іште бір түсініксіз салмақ сақталып тұр. Данияр асүйде үнсіз отырды. Қолындағы шай суып кеткен. Ойы сан жаққа бөлінеді. Кеше көргендері, естігендері, Сараның сөздері. Бәрі бір-бірімен байланысып, бірақ толық ашылмай тұрған түйін сияқты. Аяла сол күні ерекше тыныш болды. Әдетте таңертең ойыншықтарын алып жүгіретін. Ал бүгін терезе алдында отыр. Сыртқа қарайды. Бір нәрсені күткендей. Аяла, деді Данияр жұмсағынмен. Қыз бұрылды. Бұл жолы көзінде әргі ауырлық жоқ. Қарапайым баланың жанары. Әке, қалайсың? Жақсым. Кеше қорықпадың ба? Аяла бір сәт ойланып қалды. Жоқ, ол жаман емес. Даниярдың жүрегі біртүрлі шым етті. Кім? Әже. Осы сөз бәрін өзгертті. Қорқыныштың орнына енді басқа сұрақ туды. Егер жаман болмаса, неге пайда болды? Түске қарай Данияр ауылдағы ең қарт адам Жақып қарияға барды. Жақып қария бұл жердің тарихын жақсы біледі. Көп нәрсені көрген, көп нәрсені ұмытпаған. Ескі үй. Қабырғаларында сарғайған суреттер ілулі. Ішке кіргенде бірден уақыт баяулағандай әсер береді. Кел балам, деді қария. Данияр амандасып отырды. Біраз үндемей отырды. Сосын ойын ашық айтты. Ата, біздің үй тұрған жерде бұрын не болған?
Жақып қария көзін сығырайтып қарады. Неге сұрап отырсың? Бір нәрсені білуім керек. Қария ауыр күрсінді. Ол жер бұрын бос болмаған. Не болған? Ескі қыстау. Кім тұрған? Қария бірден жауап бермеді. Біраз ойланып отырды. Сығандар. Даниярдың ойына бірден Сара келді. Солардың ішінде бір әйел болған. Қандай әйел? Тыныш, ешкімге зияны жоқ. Бірақ адамдардан алшақ жүретін. Баласы болды ма? Қария баяу басын изеді. Қызы. Сосын не болды? Жақып қария көзін төмен түсірді. Қайғылы жағдай. Қандай? Ұзақ үнсіздік. Сосын жай ғана. Екеуі де тірі қалмаған. Данияр демін ішіне тартты. Неге? Дәл ешкім білмейді. Болжам бар ма? Қария терең дем алды. Ауыл адамдары оларды қабылдамады. Неге? Бөтен болған үшін. Бұл жауап ауыр естілді. Сонда кейде адамдар қорыққанын түсінбей, оны жек көрушілікке айналдырады. Даниярдың ойы бір нүктеге тірелді. Ол әйел жаман болмаған ба? Қария бірден жауап берді. Жоқ. Онда неге? Өмір әрқашан әділ болмайды, балам. Сол сәтте бір маңызды нәрсе анық болды. Бұл жерде жамандық емес, аяқталмаған тағдыр бар. Данияр үйге қайтқанда көңілі бұрынғыдан ауыр емес еді. Қорқыныштың орнына енді түсінуге деген ұмтылыс пайда болды. Үйге кіргенде Аяла жүгіріп келді. Әке, не болды? Ол тағы келді. Данияр тыныш қалуға тырысты. Не айтты? Аяла күлімсірегендей болды. Ол жыламайды енді. Неге? Сен білгің келген үшін. Бұл сөз таң қалдырды. Қалай? Ол айтты, сен түсінсең, ол тынышталады. Кешке қарай Данияр тағы да Сараға барды. Бұл жолы ішке кіргенде ауа басқаша болды. Бұрынғыдай ауыр емес, Сара да өзгергендей. Білдің, деді ол. Иә. Қорқыныш азайды ма? Иә, бірақ сұрақ көбейді. Сара сәл жымиғандай болды. Бұл дұрыс белгі. Ол жаман емес екен. Ешқашан болмаған. Онда неге бәрі осылай болып жатыр? Сара жауап берді. Себебі ол ұмытылған. Ұмытылса не болады? Кей тағдырлар тыныш жатпайды. Данияр ойланып қалды. Сонда оған не керек? Сара баяу айтты. Есте қалу. Бұл сөз қарапайым көрінгенімен, ішінде үлкен мағына бар еді. Қалай көмектесем? Сара бір сәт үнсіз қалды. Шындықты қабылдау арқылы. Қандай шындық? Бұл жерде әділетсіздік болғанын. Данияр терең дем алды. Сонда бәрі осы үшін бе? Иә. Қорқыту үшін емес пе? Жоқ. Онда неге қызым арқылы? Сара көзін жұмды. Балалар таза көреді. Яғни, олар қорқынышсыз қабылдайды. Бұл жауап бәрін орнына қойғандай болды. Сара тағы бір нәрсе қосты. Бірақ уақыт аз. Неге? Себебі байланыс ұзаққа созылса, ол күшейеді. Бұл жаман ба? Егер түсіністік болмаса, иә. Ал егер түсінсек? Сара алғаш рет сенімді дауыспен жауап берді. Онда бәрі тынышталады. Үйге қайтқанда Даниярдың ішінде шешім пайда болды. Қорқу емес, қашу емес. Түсіну. Сол кеште ол Аяламен ұзақ сөйлесті. Ол қандай? Аяла ойланып жауап берді. Жалғыз. Қорқа ма? Жоқ. Бірақ мұңайған. Неге? Ешкім оны естімейді. Бұл сөз жүрекке тиді. Түнде бұл жолы тыныш өтті. Еш дыбыс жоқ. Еш көлеңке жоқ. Бірақ бір нәрсе өзгергені анық сезілді. Таңертең Аяла күліп оянды. Әке, ол бүгін алыста тұр. Неге? Себебі сен қорықпайсың. Сол сәтте Данияр бір маңызды нәрсені түсінді. Қорқыныш байланысқа күш береді. Ал түсіну оны әлсіретеді. Кешке қарай ол қорымға барды. Алғаш рет өз еркімен. Сол белгісіз моланың қасына келді. Тыныштырды. Сосын жай ғана айтты.
Мен сені түсінгім келеді. Жел сәл қозғалды. Бірақ бұл жолы суық емес, жұмсақ. Бір сәтте жүрегінде түсініксіз сезім жеңілдегендей болды. Ауыл үстіне тағы да тыныштық орнады. Бірақ бұл жолғы тыныштық бұрынғыдай емес еді. Ішінде бір күту бар. Бір нәрсе ашылуға жақын тұрғандай. Данияр сол күні қорымнан қайтқан соң көп ойланды. Әр сөз, әр белгі енді бір-бірімен байланысып келе жатқандай. Бұрын түсініксіз болған көріністер енді мағынаға ие бола бастады. Бұл жерде қорқыныштан гөрі аяқталмаған оқиға бар. Ал сол оқиғаның ортасында бір әйел мен оның қызы. Түнде Аяла тағы да оянды. Бірақ бұл жолы айқай жоқ, үрей жоқ. Жай ғана орнынан тұрып әкесінің бөлмесіне келді. Әке, ояндың ба? Ол мені шақырттыр. Данияр бір сәт үнсіз қалды. Қайда? Аяла терезеге қарады. Сыртқа. Бұл сөзден кейін ішкі қорқыныш қайта оянды. Бірақ бұл жолы Данияр өзін ұстай алды. Қазір түн. Ертең сөйлесеміз. Аяла басын шайқады. Жоқ, бүгін керек. Неге? Қыз біраз ойланды. Ол күтіп жүр. Сол сәтте сырттан әлсіз дыбыс естілді. Жел емес. Аяқ дыбысы да емес. Біртүрлі сыбыр сияқты. Тыңдамасан жоқ. Тыңдасаң бар. Данияр терезеге жақындады. Сыртта ешкім жоқ. Бірақ қараңғылықтың ішінде бір қозғалыс сезіледі. Көзге анық түспейді. Тек ішкі түйсікпен байқалады. Әке, ол жыламай тұр енді. Бұл сөз бәрін өзгертті. Бұрынғыдай қорқынышты емес. Бірақ одан да ауыр, мұң бар. Данияр шешім қабылдады. Жарайды, бірақ бірге барамыз. Екеуі сыртқа шықты. Ауыл іші тыныш. Иттер де үрмейді. Әдетте түнде дыбыс болатын. Бүгін бәрі тым тыныш. Қорым жаққа қарай жүрді. Жол таныс. Бірақ тактімде бәрі басқаша көрінеді. Аяла бір сәтте тоқтады. Осы жерде. Бұл қорымға жетпей тұрған тұс. Жер сәл ойпаң. Көзге ерекше түспейтін орын. Неге дәл осы жер? Аяла төмен қарады. Ол осында тұр. Данияр ештеңе көрмейді. Бірақ ауа өзгерді. Салқын емес. Бірақ тығыз. Тыныс алу қиындағандай. Не қалайсың? Жауап жоқ. Бірақ ішкі сезім бір нәрсе бар екенін анық айтады. Аяла тізерлеп отырды. Қолын жерге тигізді. Сол сәтте жел сәл қозғалды. Жердің беті жеңіл ғана дірілдегендей болды. Әке, ол көрсетіп тұр. Нені? Осында қазу керек. Бұл сөз күтпеген еді. Неге? Себебі ол осында қалған. Даниярдың жүрегі қатты соқты. Не қалған? Аяла бірден жауап бермеді. Сосын жай ғана шындық. Сол түні олар ештеңе істемеді. Бірақ шешім қабылданды. Келесі күні таңертең Данияр құрал алып келді. Ауладағы күректі алды. Ішінде күмән бар. Бірақ бір нәрсе тоқтатпады. Аяла да бірге шықты. Кеше тұрған жерге келді. Күндіз бұл орым қарапайым ғана жер сияқты. Еш белгі жоқ, еш ерекшелік жоқ. Осы ма? Иә. Данияр күректі жерге батырды. Топырақ құрғақ. Алғашқы соққыларда ештеңе байқалмады. Біраздан соң топырақтың түсі өзгерді. Қаралау. Тығызырақ. Тағы қазды. Бір нәрсеге соғылды. Қатты дыбыс шықты. Жүрек тоқтағандай болды. Қолмен топырақты ашты. Ескі мата. Шіріген. Сақталған қалдық. Ішінен кішкентай зат шықты. Балаға тиесілі білезік. Жіңішке. Сынған. Сол сәтте Аяла көзін жұмды. Ол осында болған. Даниярдың бойынан суық өтті. Бірақ бұл жолы қорқыныш емес. Ауыр түсінік. Олар әрі қарай қазбады. Себебі бәрі анық болды. Бұл жай орын емес. Бұл жасырылған өткен. Сол күні кешке Данияр тағы да Жақып қарияға барды. Білезікті көрсетті. Қарияның көзі өзгерді. Бұл сол қыздікі. Сіз білесіз бе? Қария терең күрсінді. Иә. Неге ешкім айтпаған?
Себебі бұл ұят. Не болған? Қария біраз үнсіз отырды. Сосын баяу бастады. Ол әйел кінәлі болмаған. Онда ауыл адамдары қорыққан. Неден? Оның өзгешелігінен. Сосын бір күні жанжал шыққан. Қандай? Айып тағылған. Дәлел болды ма? Жоқ. Бұл сөз ауыр соққы болды. Сосын не істеді? Қария көзін жұмды. Қуып жіберді. Түнде ме? Иә. Баласымен бірге ме? Иә. Данияр үнсіз қалды. Олар қайтты ма? Жоқ. Сонда қария жауап бермеді. Бірақ бәрі түсінікті еді. Бұл әділетсіздік, қарапайым, бірақ жанға юатады. Данияр үйге қайтқанда ішіндегі сезім өзгерген. Бұл енді жай жұмбақ емес. Бұл біреудің өмірі. Аяла сол кеште тағы сөйледі. Ол ренжімейді. Неге? Себебі сен түсіндім. Бұл сөз жүрекке жылы тиді. Бірақ бір нәрсе әлі аяқталмаған. Түнде Данияр тағы түс көрді. Бұл жолы су жоқ, қараңғы жоқ. Жай ғана дала. Сол әйел тұр, қасында қызы. Екеуі алыстан қарайды, жақындамайды, бірақ кетпейді. Таңертең оянғанда бір нәрсе анық болды. Бұл оқиға қорқынышпен емес, әділетпен аяқталу керек. Кешке қарай Данияр тағы да сол жерге барды, жалғыз. Қолында сол білезік, жерге қойды. Бұл сендерге тиесілі. Жел сәл қозғалды. Кешірім сұраймын. Сол сәтте ішіндегі сезімдер жеңілдеді. Толық емес, бірақ өзгеріс бар. Аяла сол түні тыныш ұйықтады. Ештеңе айтпады, ештеңе көрмеді. Ал Сара сол кеште қорымда тұрды, алыстан бақылап. Баяу сыбырлады, ақырында. Бірақ ол толық бітпегенін білді. Себебі бір нәрсе әлі айтылмаған. Ең басты шындық. Күн еңкейген сайын ауыл үстіндегі ауа баяу өзгерді. Бұрын байқалмайтын ұсақ нәрселер енді анық сезіле бастады. Иттердің ұруы сиреді. Адамдар да кешке қарай үйлерінен шықпайтын болды. Біреу ештеңе айтпаса да, бәрі бір нәрсені іштей сезетіндей күйге түсті. Данияр үшін бұл өзгерістер жай сәйкестік емес еді. Соңғы күндердегі әрбір оқиға, әрбір сөз, әрбір белгі бір нүктеге тірелттік. Бірақ сол нүкте әлі толық ашылмаған. Бір нәрсе жетіспейді. Ең бастысы, не үшін бәрі дәл қазір қайта қозғалғаны. Аяла сол күні ерекше тыныш жүрді. Бұрынғыдай сыртта қарап отырмайды. Ойыншықтарын алып, өзімен өзі ойнайды. Бірақ арасында бір сәтке тоқтап, бір жаққа қарап қалатын әдеті әлі қалған. Сол сәттерде оның жүзінен балалық емес, бір терең ой байқалады. Кешке таман ол әкесіне жақындады. Әке, ол енді алыста емес. Бұл сөз Даниярды ойландырды. Жақын ба? Аяла басын жай ғана изеді. Бірақ қорқынышты емес. Не істеп жүр? Қыз біраз ойланып тұрды. Күтеді. Нені күтеді? Жауап бірден келген жоқ. Бір нәрсе айтылмай қалған сияқты. Бұл сөз Даниярдың ішіндегі күдікті нақтылап берді. Иә, бәрі түсінікті сияқты көрінгенімен, әлі айтылмаған шындық бар. Сол шындық ашылмайынша, бұл жағдай толық тоқтамайды. Сол түні Данияр тағы да Сараға барды. Есікті қақпай тұрбақ ашылды. Сара оны күтіп тұрғандай. Сен де сездің, деді ол. Иә, бір нәрсе жетіспейді. Сара басын изеді. Соңғысы. Қандай соңғы? Шындықтың ең ауыр бөлігі. Данияр отырды. Бұл жолы асықпады. Маған бәрін айт. Сара ұзақ үнсіз қалды. Сосын баяу сөйлей бастады. Ауыл адамдар сол әйелден қорыққан. Бірақ қорқыныштың себебі кек оның өзгешелігі емес. Онда не? Бір оқиға болған. Данияр тыңдап отыр. Бір бала ауырып қалған. Сосын себеп табылмаған. Сол үшін кінәлаған ба? Сара басын изеді. Иә, Бірақ бұл дәлел емес қой. қорыққан адамға дәлел керек болмайды. Бұл сөз өте ауыр шықты. Сонда олар не істеді? Сара көзін төмен түсірді. Қатты сөздер айтылды, айып тағылды, қысым жасалды. Ал әйел не істеді? Қарсы шықпады. Неге? Себебі ол адамдарға қарсы тұра алмайтынын түсінді. Даниярдың ішкі сезімі ауырлай түсті. Ал бала? Қызы? Ол ше? Ол ештеңе түсінбеді. Сара сөзін жалғастырды.
Сол түні оларды қуып шықты. Неге дәл түнде? Себебі адамдар күндіз өз әрекетін ақтай алмайды. Бұл сөз жүрекке тиді. Олар қайда кетті? Даламен. Суықта ма? Иә. Ұзақ үнсіздік орнады. Сосын не болды? Сара көзін жұмды. Олар қайтып келмеді. Бұл жауап бәрін айтып тұр. Данияр терең дем алды. Бірақ бұл бәрі емес сияқты. Сара басын көтерді. Дұрыс. Тағы не бар? Сара бір сәт ойланып қалды. Ең ауыр бөлігі. Айт. Сара баяу сөйледі. Олар кеткеннен кейін біреу көрген. Нені? Әйелдің қайта келген. Бұл күтпеген еді. Қайта келген? Иә. Неге? Баласы үшін. Ол тірі болған ба? Сара бірден жауап бермеді. Белгісіз. Сонда ол үйінің маңына келген. Біздің үй тұрған жерге ме? Иә. Даниярдың денесі тітіркенді. Сосын ешкім шықпаған. Неге? Қорыққан. Сейін не болған? Сара жай ғана айтты. Таңертең із қалған. Қандай із? Бір адамның емес, екі адамның. Бұл сөз бәрін өзгертті. Яғни, иә, бала да бірге болған. Бірақ олар қайтыс болған еді ғой. Сара баяу басын изеді. Солай деп ойлаған. Бұл жерде логика тоқтайды, бірақ сезім жалғасады. Сонда бұл не? Сара тік қарады. Ана мен бала арасындағы байланыс. Ұзақ үнсіздік. Данияр орнынан тұрды. Енді не істеу керек? Сара бірден жауап бермеді. Сен кешірім сұрадың? Иә. Бұл жеткіліксіз. Неге? Себебі шындық толық айтылған жоқ. Қандай шындық? Сара баяу айтты. Оларды тек қуып жіберген жоқ. Бұл сөз ауада ілініп қалды. Тағы не болды? Сара көзін төмен түсірді. Оларға қайтып келмеуін қалады. Яғни, жолын жапты. Қалай? Ұзақ үнсіздік. Сосын өте жай. Жермен. Бұл сөзді естігенде Даниярдың жүрегі қысылып кетті. Сен айтқың келгені. Сара басын изеді. Бұл енді тек әділетсіздік емес. Бұл қателік. Ауыр қателік. Данияр үйге қайтқанда түн түсіп кеткен. Ішке кіргенде Аяла оны күтіп тұрғандай көрінді. Әке? Иә. Ол жылап тұр. Бұл сөз бұрынғыдан да ауыр тиді. Неге? Аяла көзін төмен түсірді. Себебі сен бәрін білдің. Сол сәтте Данияр бір нәрсені түсінді. Шындық ашылған сайын ауырлықты артады. Бірақ дәл сол арқылы ғана бәрі аяқталады. Түнде ол ұзақ ұйықтай алмады. Ойында тек бір сұрақ. Енді не істеу керек? Жауап таңертең келді. Аяла оянған соң жай ғана айтты. Ол кеткісі келеді. Неге кетпейді? Себебі ешкім шығарып салмады. Бұл сөз бәрін орнына қойды. Бұл қорқынышты аяқтау емес. Бұл аяқталмағанды аяқтау. Сол күні кешке Данияр тағы да сол жерге баруға дайындалды. Бұл жолы жалғыз емес. Қасында қызы. Ал жүрегінде қорқыныш емес, жауапкершілік. Өйткені кейде ең ауыр нәрсе кешірім сұрау емес, әділетті орнына келтіру. Кеш баяу түсті. Бұл жолғы кештің салмағы бөлек еді. Ауада түсініксіз бір тыныштық орнаған. Жел жоқ, дыбыс жоқ. Табиғаттың өзі бір сәтке тоқтап қалғандай. Данияр бұл кештің жай кеш емес екенін анық сезді. Ішінде бір шешім бекіген. Қорқыныш әлсіреген. Оның орнына жауапкершілік келген. Аяла сол күні әдеттегіден ертерек дайындалды. Үстіне жылы киімін киді. Ешкім айтпаса да қайда баратынын білетіндей. Әке, бүгін ол кетеді, деді ол жай ғана. Бұл сөзде қорқыныш жоқ еді. Қайта бір тыныш сенім бар. Иә, деді Данияр баяу. Екеуі үнсіз сыртқа шықты.
Қорымға апаратын жол таныс болғанмен, бүгін ерекше көрінді. Әр қадам анық сезіледі. Әр дыбыс анық естіледі. Бірақ бұл қорқынышты емес. Бұл маңызды сәттен алдында болатын жинақылық. Аспанда бұлт сирек. Ай анық көрінеді. Жарғы жерге жұмсақ түсіп тұр. Аяла әкесінің қолынан ұстап келеді. Бұрынғыдай айналаға алаңдамайды. Бір нүктеге бағытталған. Олар кеше қазған жерге келді. Топырақ сәл ашылған күйде. Сол жердің айналасында ауа басқаша. Суық емес. Бірақ біртүрлі тығыздық бар. Данияр тоқтады. Терең дем алды. Біз келдік, деді ол жай ғана. Жауап жоқ. Бірақ ішкі сезім өзгерді. Аяла алға шықты. Жерге тізерледі. Қолын баяу топыраққа қойды. Сол сәтте әлсіз жел тұрды. Бұл жолы ол суық емес, жұмсақ. Ол осында, деді Аяла сыбырлап. Данияр жанында тұр. Біз сені тыңдауға келдік, деді ол анық. Ұзақ үнсіздік. Сосын бір өзгеріс байқалды. Ауа жеңіл қозғалды. Айналадағы дыбыс сәл бәсеңдегендей. Аяла көзін жұмды. Ол айтады. Данияр үндемеді. Ол қайтқысы келмеген. Қайда? Сол түнге. Бұл сөз ауыр шықты. Ол қорыққан жоқ. Онда неге жылады? Аяла баяу жауап берді. Қызы үшін. Даниярдың жүрегі шым етті. Ол жалғыз болудан қорықты. Ұзақ үнсіздік. Данияр алға бір қадам жасады. Біз түсіндік. Сөзі анық шықты. Бұл жерде әділетсіздік болған. Жел сәл қозғалды. Сен жаман болмағансың. Ауа жеңілдегендей болды. Біз сені ұмытқанымыз үшін кешірім сұраймыз. Сол сәтте Аяла көзін ашты. Көзінде жас бар. Ол тыңдап тұр. Данияр тағы сөйледі. Сенің орның бар. Сенің тарихың бар. Сен жоғалмағансың. Жел күшеймеді, бірақ қозғалыс бар. Жұмсақ, жылы. Аяла сыбырлады. Ол енді жыламайды. Сол сәтте бір ерекше тыныштық орнады. Ауыр емес, жеңіл. Данияр қалтасынан білезікті шығарды. Жерге қойды. Бұл сендерге тиесілі. Бірнеше секунд өтті. Ештеңе өзгермегендей. Бірақ ішкі сезім мүлде басқа. Аяла орнынан тұрды. Ол кетті. Қайда? Тыныш жерге. Бұл сөз қарапайым болғанмен, ішінде үлкен мағына бар. Сол сәтте жел тоқтады. Ауа қалыпты күйге келді. Жердің тығыздығы жоғалды. Барлығы табиғи күйіне оралды. Данияр ұзақ уақыт орнында тұрды. Ішінде бір босап қалғандай сезім. Ауырлық кеткен. Бұл қорқынышты жеңу емес еді. Бұл біреуді түсіну. Үйге қайтқанда Аяла алғаш рет еркін күліп келе жатты. Ештеңеге алаңдамайды, қарамайды. Түн тыныш өтті. Еш дыбыс жоқ. Көлеңке жоқ. Белгі де жоқ. Таң атқанда күн ерекше жарық көрінді. Ауа таза, жеңіл. Аяла оянғанда жай ғана айтты. Ол енді келмейді. Неге? Себебі бәрі бітті. Данияр терең дем алды. Ішінде бір ғана ой. Иә, бәрі бітті. Сол күні ол Сараға барды. Бұл жолы алғаш рет есікті өзі ашты. Сара іште отыр. Бұрылмай-ақ, аяқталды деді. Иә, ұзақ үнсіздік. Бірақ бұл үнсіздік ауыр емес, түсіністік бар. Рахмет, деді Данияр. Сара басын сәл ғана изеді. Сен өзім жасадың. Бұл не еді? Сара баяу жауап берді. Ұмытылған тағдыр. Неге ол қайтты? Себебі оны ешкім шығарып салмаған. Бұл сөз бәрін қорытындылағандай. Данияр сыртқа шыққанда күн толық көтерілген. Ауыл бұрынғыдай. Бірақ өзі өзгерген. Осы оқиғадан кейін бір нәрсе анық болды. Қорқыныш көбіне белгісіздіктен туады. Ал шындықты түсінгенде қорқыныш жойылады. Кейбір оқиғалар қорқынышты емес. Олар тек естілмеген. Кейбір адамдар жоғалмайды, тек ұмытылады. Ал ұмытылған нәрсе қайта оралады. Сол себепті ең маңыздысы қорықпау емес, түсіну. Оқиғадан кейін ауыл біртіндеп қалыпты тіршілікке оралды.
Кешке қорқыныш азайды. Адамдар қайта сыртта отырып әңгімелесе бастады. Балалар көшеде ойнайды. Бұрын қорым жаққа қарауға қорқатындар енді ол маңнан жай өте салады. Бірақ Даниярдың ішінде бір өзгеріс қалып қойды. Бұл өзгеріс қорқыныштан туғаған жоқ. Керісінше, адам жаны туралы түсініктен туған. Бұрын ол өмірді қарапайым көретін. Жақсы адам, жаман адам, дұрыс, бұрыс. Барлығы анық сияқты еді. Бірақ соңғы күндер бір нәрсені өзгертті. Адам кейде жамандықтан емес, қорқыныштан қателеседі. Ал қорқыныш көп жағдайда біреудің тағдырын бұзады. Бір күні кешке Жақып қария Даниярды шақырды. Қарттың даусы әлсіз шығады. Бірақ ойы анық. Сенен бір өтініш бар, балам. Айтыңыз. Ана әйелдің жатқан жерін жоғалтпаңдар. Данияр үнсіз тыңдап отыр. Неге? Қария терезеге қарап ұзақ отырды. Себебі біз тірі адамнан бұрын естелікті өлтіріп алдық. Бұл сөз бөлмені үнсіздікке толтырды. Біз оны түсінуге тырыспадық, деді. Қария ауыр күрсініп. Бөтен көрдік. Қорықтық. Кейін өз қорқынышымызды ақиқат қылып алдық. Данияр жай ғана тыңдап отыр. Ең қауіпті нәрсе не екенін білесің бе? Не? Көпшілік қателескен кезде ешкім өзін кінәлі сезінбейді. Бұл сөз Даниярдың жүрегіне қатты тиді. Себебі шын еді. Сол күннен кейін ол әлгі жерді қараусыз қалдырмады. Қорым шетін тазалады. Белгі қойды. Үлкен емес, қарапайым ғана тас. Бірақ сол тастың үстіне бір ғана сөз жазылды. Ұмытылмаған. Аяла сол жерге кейде гүл апарып қоятын болды. Ешкім үйретпеді. Өзі. Бір күні Данияр қызынан сұрады. Сен неге гүл апарасың? Аяла ойланып тұрып жауап берді. Жалғыз болмау үшін. Баланың қарапайым сөзі кейде үлкен кітап айта алмайтын шындықты айтып кетеді. Ауыл адамдары да біртіндеп шындықты ести бастады. Алғашында ешкім ашық сөйлегісі келмеді. Ят бар. Өткеннен қашу бар. Бірақ уақыт өте келе үнсіздік бұзылады. Бір әйел келіп, менің әжем сол оқиға туралы айтатын деді. Тағы бірі, біз дұрыс жасамағанбыз. Солайша жылдар бойы көмілген өкініш сыртқа шыға бастады. Адамның ішінде айтылмаған өкініш ұзақ сақталады. Тек көпшілік оны мойындағысы келмейді. Бір күні кешке Сара ауылдан кететінін айтты. Данияр таңғалды. Неге? Сара баяу жымиды. Менің жұмысым бітті. Қайда барасыз? Жолға. Жалғыз ба? Адам әрқашан жалғыз келеді. Жалғыз кетеді. Осы сөзден кейін ұзақ үнсіздік орнады. Сара есік алдына шықты. Күн батып бара жатқан. Сен бір нәрсені түсіндің, деді ол. Нені? Аруақтан қорқудың қажеті жоқ екен. Данияр үнсіз қалды. Ең қауіптісі тірі адамның тасқа айналған жүрегі. Бұл сөз ұзақ уақыт есінде қалды. Қыс биыл ерте түсті. Қарашаның соңына жетпей-ақ ауылды қалың қар басты. Таңертең терезені ашқанда сырттағы әлем өзгеріп кеткендей көрінеді. Кеше ғана қара топырақ жатқан жер бүгін аппақ тыныштыққа оранған. Ағаш бұтақтарына қырау қатып, көшелердегі дыбыс бәсеңдеген. Қыс адамның сыртқы тіршілігін ғана емес, ішкі ойында баяулататындай. Данияр соңғы айларда көп өзгергенін анық сезетін. Бұрын өмірге асығыс қарайтын. Таңертең жұмыс, кешке үй, ертең тағы сол қайталанады. Адамдардың жүзін көрсе де жанын байқамайтын. Біреудің көңілсіз отырғанын байқаса да, шаршаған шығар деп өтіп кететін. Қазір олай емес. Енді ол адамның үнсіздігінен де бір сыр іздейді. Кей көзқарастың артында қанша ауыр ой жатқанын сезетін болды. Өйткені өмір оған бір нәрсені анық үйретті. Адам ең қатты қиналған кезде айқайламайды. Керісінше, тым тыныш болып кетеді. Сол күні кешке қарай қар ұсақтап жауып тұрды. Данияр жұмыстан кеш шыққан. Жол ұзақ емес, бірақ қысқы кеш ерте қараяды. Көше шамдарының әлсіз жарығы қар үстіне сарғыш реңк беріп тұр. Көлікті баяу айдап келе жатқанда, автобус аялдамасының жанынан бір бейне көзге түсті. Қарт әйел. Жалғыз отыр. Қолындағы ескі сөмкесі тізесінде жатыр. Үстіндегі пальтосы жұқа. Аяғындағы етігі де ескілеу. Ең таңғаларлығы, ешкім тоқтамайды. Адамдар жанынан өтіп жатыр. Бірі телефонмен сөйлеседі,
бірі асығыс. Кейбірі тіпті қарамайды. Данияр да өте шығуға жақындаған, бірақ кенет аяғын тежеуішке басты. Неге тоқтағанын өзі де бірден түсінбеді. Бәлкім әлгі жанар, әлгі үнсіздік, әлде бір кезде еленбей қалған адамдар туралы ойы. Көліктен түсіп аялдамаға жақындады. Апа, тоңып отырсыз ба? Қарт әйел баяу басын көтерді. Сол сәтте Даниярдың жүрегі біртүрлі шым етті. Әйелдің көзінде керең жалғыздық бар еді. Көп жылаған адамның жанары емес, көп үндемеген адамның жанары. Үйіңіз алыс па? Қарт әйел сәл кідіріп, анау ескі көшенің арғы беті деді. Даусы әлсіз шықты. Данияр айналаға қарады. Аялдама босап қалған. Қар күшейіп кіреді. Жүрміз, апарып салайын. Әйел алғашында ыңғайсызданғандай болды. Әуре болма, балам. Ештеңе етпейді. Көлік ішінде ұзақ уақыт үнсіз отырды. Бірақ бұл үнсіздік ыңғайсыз емес еді. Кей адамдар сөйлеспей-ақ шаршағанын білдіреді. Жол бойы Данияр қарт әйелге анда-санда көз тастап қояды. Терезеге қарап отыр. Қар ұшқындары әйнекке соғылып беріп жатыр. Сол сәтте Данияр өз анасын есіне алды. Тірі кезінде анасы да кейде ұзақ үнсіз отыратын. Сонда өзі түсінбейтін. Қазір ойласа, анасының шаршағанын байқамаған екен. Адам көбіне жақындарының үнсіздігін кеш түсінеді. Жалғыз тұрасыз ба? Деп сұрады Данияр ақырын. Қарт әйел басын изеді. Ұлым қалада. Келіп тұра ма? Әйел терезеден көзін алмады. Жұмысы көп. Бұл сөзде реніш жоқ, бірақ сағыныш бар. Данияр артық сұрамады. Кей жауапты сөзден емес, дауыстан түсінуге болады. Үйдің алдына жеткенде қарт әйел баяу түсті. Үй ескі екен. Қақпасы қисайған. Терезесінің бұрышына мұз қатып қалған. Әйел есікті ашар алдында тоқтады. Балам. Иә, жүрегің суып кетпесін. Осы сөз Даниярға ерекше әсер етті. Қарапайым сөйлем, бірақ ішінде үлкен өмір жатыр. Үйіне қайтқан жолда сол сөз қайта-қайта ойына келе берді. Жүрегің суып кетпесін. Адам қашан суиды? Шаршағанда ма? Ақшасыз қалғанда ма? Жоқ. Адам басқа адамның қайғысына бейжай қарағанда суиды. Сол түні Данияр ұзақ ұйықтай алмады. Терезе сыртында қар жауып тұр. Ал оның ойында бір ғана нәрсе айналып жүрді. Неге қазіргі адамдар бір-бірін байқамай кетті? Бұрын ауыл басқаша еді. Көрші-көршінің жағдайын сұрайтын. Бір үйден түтін шықпаса, адамдар өзі кіріп баратын. Қазір бәрі бар сияқты. Телефон бар, көлік бар, жылы үй бар. Бірақ көңіл суып кеткен. Адамдар жақындаған сайын жүректер алыстап бара жатқандай. Келесі күні Данияр әлгі аялдаманың жанынан тағы өтті. Қарт әйел жоқ. Бірақ бос орынның өзі кешегі көріністі есіне салды. Кешке үйде аяла сабақ оқып отыр екен. Бір кезде қыз әкесіне қарап, «Әке, сен өзгеріп кеткенсің» деді. Данияр күлімсіреді. «Қалай? Бұрын сен асығыс болатынсың. Ал қазір? Қазір адамдарға қарайсың». Бұл сөз оны таңғалдырды. Балалар кейде үлкен байқамаған нәрсені байқайды. Жаман ба? Жоқ. Мамам да бұрын солай айтатын. Данияр үнсіз қалды. Марқұм анасының бір сөзі есіне түсті. Адамның байлығы жүрегінің жұмсақтығы. Бала кезде түсінбейтін. Қазір түсінді. Бір аптадан кейін Данияр дүкеннен шығып келе жатқанда, әлгі қарт әйелді тағы көрді. Бұл жолы қолында ауыр пакет бар. Данияр бірден жанына барды. «Апа, көмектесейін». Қарт әйел жылы жымиды. «Сен жақсы баласың». Данияр пакет көтеріп келе жатып, «Апа, сізге бірдеңе керек болса, айта беріңіз». Әйел біраз үнсіз қалды. Сосын жай ғана: «Маған көп нәрсе керек емес, балам». «Онда не керек?» Қарт әйел баяу жауап берді. «Адамның жылы сөзі». Осы сөзден кейін Данияр ұзақ ойланып жүрді. Расымен, адам кейде тамаққа емес, мейірімге аш болады. Кей үйлерде дастархан толы, бірақ жылу жоқ. Кей адамдардың ақшасы аз, бірақ жанында тыныштық бар. Уақыт өте келе Данияр қарт әйелге жиі көмектесетін болды. Отын кіргізіп береді. Дүкеннен азық-түлік әкеліп береді. Бірақ бір нәрсені байқады. Әйел ешқашан көп сұрамайды. Керісінше, әр келген сайын
батасын береді. Бір күні шай үстінде қарт әйел кенет: «Жалғыздықтан қорықпа балам», деді. Неге? Ең қорқыныштысы жалғыздық емес. Онда не? Адамдардың ортасында отырып, ешкімге керексіз екеніңді сезіну. Бұл сөз Даниярдың жанын ауыртты. Өйткені ол қазіргі өмірдің дәл өзі еді. Сол кеште үйге қайтқанда қар тоқтапты. Аспан ашық. Жұлдыздар анық көрінеді. Данияр ұзақ уақыт сыртта тұрды. Сосын бір нәрсені анық түсінді. Өмір адамды үлкен оқиғамен емес, кішкентай сәттермен өзгертеді. Бір тоқтау, бір жылы сөз, бір жанар, бір еленген адам. Егер сол күні ол тоқтамай кетсе ше? Қарт әйел бәрібір үйіне жетер еді. Бірақ оның жүрегіндегі жалғыздық тағы бір күнге ұзарушы еді. Адам кейде біреудің тағдырын үлкен іспен емес, қарапайым мейіріммен өзгертеді. Ал мейірім жоғалған жерде жүрек біртіндеп тасқа айналады. Сол түні Данияр терезеге қарап ұзақ отырды. Қар үстіне ай сәулесі түсіп тұр. Тыныш, жұмсақ. Сол сәтте ол ішінен бір ғана тілек тіледі. Құдайым, жүрегімді суытпа. Данияр соңғы уақытта жиі ойланатын болды. Өмір өзгермегендей көрінеді. Таң атады, күн батады. Адамдар жұмысқа барады. Балалар мектепке жүгіреді. Бірақ адамның ішкі дүниесі бір рет өзгерсе, бұрынғы қалпына қайтып келмейді. Соңғы айларда ол адамдарға басқаша қарай бастады. Бұрын біреудің қатты сөйлегенін көрсе, тәрбиесіз деп ойлайтын. Біреудің тұйық жүргенін байқаса, менмен шығар дейтін. Қазір олай емес. Қазір ол әр мінездің артында бір көрінбейтін жара болуы мүмкін екенін түсінді. Сол күні кешке аяла әкесінің қасына келді. Қолында сурет дәптері бар. Әке, қараш. Данияр дәптерге қарады. Суретте дала бейнеленген. Кең жазық. Алыста кішкентай үй. Үйдің жанында қара киімді әйел тұр. Қасында кішкентай қыз. Бірақ суреттің ең ерекше жері, олардың жүзінде мұң жоқ. Көздері тыныш. Бұны қашан салдың? Бүгін. Неге салғың келді? Аяла иығын көтерді. Білмеймін, ішімнен келді. Данияр суретке ұзақ қарады. Баяғыдай ауыр сезім жоқ. Керісінше, аяқталған бір тағдырдың тыныштығы бар. Әке, мен енді түсіндім. Нені? Аяла біраз үнсіз қалды. Сосын жай ғана айтты. Ол неге жылағанын? Бұл сөз Даниярдың жүрегін қозғалтты. Неге? Қыз терезеге қарап отырды. Көктемгі күннің соңғы сәулесі бетіне түсіп тұр. Адамдардан қорыққандықтан емес. Онда не үшін? Ешкім түсінбеген үшін. Үй іші үнсіз қалды. Бірақ бұл үнсіздік бос емес еді. Ішінде ауыр шындық тұр. Данияр сол сәтте бір нәрсені анық түсінді. Адамға ең ауыр киетін нәрсе жек көрушілік емес, түсінбеу. Кейде адам ашық жаудан емес, салқын жанардан шаршайды. Кейде ауыр сөзден емес, үнсіз елемеуден сынады. Кейде жалғыздық бос үйде емес, адамдардың ортасында басталады. Ол баяу орнынан тұрып сыртқа шықты. Көктемгі ауа салқын. Бірақ қыстағыдай қатты емес. Аспан ашық. Ауыл үстінде тыныштық. Сол сәтте ол өткен өмірін ойлады. Өзі де талай рет адамдарды сыртынан бағалаған есіне түсірді. Кейбіреудің мұңын байқамай кеткенін ойлады. Кейде тыңдамай тұрып, қорытынды шығарғанын еске алды. Адам өзін жақсы көреді. Бірақ жүрегінің қатайып бара жатқанын кеш байқайды. Келесі күні Данияр баяғы қорым жаққа жалғыз барды. Күн жылы. Жер кебе бастаған. Әлгі кішкентай тастың маңында көк шөп қылтиып шығыпты. Ұмытылмаған. Ол тасқа қарап ұзақ тұрды. Сосын баяу отырып, сенің көз жасыңды енді түсіндім, деді. Жел ақырын ғана қозғалды. Бірақ бұл жолы оның ішінде қорқыныш жоқ. Кек өкініш бар. Адамзат үшін. Сен адамдардан кек сұрамадың. Тек түсіністік күткенсің. Даниярдың көзіне жас келді. Себебі ол бір нәрсені кеш түсінді. Өмірде ең көп жылайтын адамдар, ең әлсіз адамдар емес, ең көп үнсіз қалған адамдар. Сол сәтте арт жағынан баяу дауыс естілді. Ақыры түсіндің бе? Данияр бұрылды. Саратыр.
Бұрынғыдай қара киімде, бірақ жүзі өзгеше, жеңілдегендей. «Иә», деді Данияр. «Не түсіндім?» Данияр біраз ойланып қалды. Сосын баяу жауап берді. «Адамдар кейде жамандықтан емес, жүрегінің соқырлығынан қиянат жасайды». Сара үнсіз басын изеді. «Сен енді қорықпайсың», деді ол. «Жоқ». «Неге?» Данияр көкжиекке қарады. Данияр соңғы уақытта жиі ойланатын болды. Өмір өзгермегендей көрінеді. Таң атады, күн батады. Адамдар жұмысқа барады. Балалар мектепке жүгіреді. Бірақ адамның ішкі дүниесі бір рет өзгерсе, бұрынғы қалпына қайтып келмейді. Соңғы айларда ол адамдарға басқаша қарай бастады. Бұрын біреудің қатты сөйлегенін көрсе, тәрбиесіз деп ойлайтын. Біреудің тұйық жүргенін байқаса, менмен шығар дейтін. Қазір олай емес. Қазір ол әр мінездің артында бір көрінбейтін жара болуы мүмкін екенін түсінді. Сол күні кешке аяла әкесінің қасына келді. Қолында сурет дәптері бар. «Әке, қараш». Данияр дәптерге қарады. Суретте дала бейнеленген. Кең жазық. Алыста кішкентай үй. Үйдің жанында қара киімді әйел тұр. Қасында кішкентай қыз. Бірақ суреттің ең ерекше жері, олардың жүзінде мұң жоқ. Көздері тыныш. «Бұны қашан салдың?» «Бүгін». «Неге салғың келді?» Аяла иығын көтерді. «Білмеймін, ішімнен келді». Данияр суретке ұзақ қарады. Баяғыдай ауыр сезім жоқ. Керісінше, аяқталған бір тағдырдың тыныштығы бар. «Әке». «Иә». «Мен енді түсіндім». «Нені?» Аяла біраз үнсіз қалды. Сосын жай ғана айтты. Ол неге жылағанын. Бұл сөз Даниярдың жүрегін қозғалтты. «Неге?» Қыз терезеге қарап отырды. Көктемгі күннің соңғы сәулесі бетіне түсіп тұр. Адамдардан қорыққандықтан емес. Онда не үшін? Ешкім түсінбеген үшін. Үй іші үнсіз қалды. Бірақ бұл үнсіздік бос емес еді. Ішінде ауыр шындық тұр. Данияр сол сәтте бір нәрсені анық түсінді. Адамға ең ауыр киетін нәрсе жек көрушілік емес, түсінбеу. Кейде адам ашық жаудан емес, салқын жанардан шаршайды. Кейде ауыр сөзден емес, үнсіз еремеуден сынады. Кейде жалғыздық бос үйде емес, адамдардың ортасында басталады. Ол баяу орнынан тұрып сыртқа шықты. Көктемгі ауа салқын, бірақ қыстағыдай қатты емес. Аспан ашық, ауыл үстінде тыныштық. Сол сәтте ол өткен өмірін ойлады. Өзі де талай рет адамдарды сыртынан бағалаған есіне түсірді. Кейбіреудің мұңын байқамай кеткенін ойлады. Кейде тыңдамай тұрып қорытынды шығарғанын еске алды. Адам өзін жақсы көреді. Бірақ жүрегінің қатайып бара жатқанын кеш байқайды. Келесі күні Данияр баяғы қорым жаққа жалғыз барды. Күн жылы. Жер кебе бастаған. Әлгі кішкентай тастың маңында көк шөп қылтиып шығыпты. Ұмытылмаған. Ол тасқа қарап ұзақ тұрды. Сосын баяу отырып, «Сенің көз жасыңды енді түсіндім», деді. Жел ақырын ғана қозғалды. Бірақ бұл жолы оның ішінде қорқыныш жоқ. Кек өкініш бар. Адамзат үшін. «Сен адамдардан кек сұрамадың. Тек түсіністік күткенсің». Даниярдың көзіне жас келді. Себебі ол бір нәрсені кеш түсінді. Өмірде ең көп жылайтын адамдар, ең әлсіз адамдар емес, ең көп үнсіз қалған адамдар. Сол сәтте арт жағынан баяу дауыс естілді. «Ақыры түсіндің бе?» Данияр бұрылды. Сара тұр. Бұрынғыдай қара киімде, бірақ жүзі өзгеше, жеңілдегендей. «Иә», деді Данияр. «Не түсіндім?» Данияр біраз ойланып қалды. Сосын баяу жауап берді. «Адамдар кейде жамандықтан емес, жүрегінің соқырлығынан қиянат жасайды». Сара үнсіз басын изеді. «Сен енді қорықпайсың», деді ол. «Жоқ». «Неге?» Данияр көкжиекке қарады. Себебі бұл жерде қорқынышты ештеңе болмаған. Онда не болды? Ұзақ үнсіздік. Сосын өте жай шыққан жауап. Жалғыз қалған жүрек болған. Сара көзін жұмды.
Жел баяу соқты. Ең ауыр қарғыс не екенін білесің бе, деді ол. Не? Адамның тірідей ұмытылуы. Бұл сөз Даниярдың жанына терең сіңді. Күн батып бара жатты. Аспан қызыл түске боялды. Сол жарықта қорымда қорқынышты емес, тыныш көрінді. Өйткені қорқыныш көбіне адамның өз ішінде өмір сүреді. Сара кетуге бұрылды. Бірақ бірнеше қадамнан кейін тоқтады. Ол енді тыныш, деді. Қайдан білесіз? Сара әлсіз жымиды. Бүгін алғаш рет жел жыламай соқты. Осы сөзден кейін ол баяу алыстап кетті. Данияр соңынан қарамады. Себебі кей адамдар өмірге ұзақ қалу үшін емес, бір шындықты үйрету үшін келеді. Сол түні Данияр үйге ерекше күйде оралды. Аяла ұйықтап қалды. Қызының жанына отырып ұзақ қарады. Бала жүзі қандай таза, қандай сенгіш. Сол сәтте ішінен бір қорқыныш өтті. Адам баласының жүрегі осындай таза болып туылады. Кейін неге қатаяды? Неге өскен сайын мейірім азаяды? Неге адамдар бір-бірін түсінудің орнына үкім шығаруға асығады? Ол қызының маңдайынан сипады. Сосын іштей бір уәде берді. Қызына мейірім жоғалтпауды үйретемін. Өйткені қатыгездік бір күнде пайда болмайды. Ол біреудің қайғысына ұзақ уақыт мән бермеуден басталады. Түн тыныш өтті. Бірақ бұл жолғы тыныштықтың мағынасы бөлек еді. Бұрынғы тыныштықта үрей болатын, ал қазір тыныштықтың ішінде кешірім бар. Таңертең Данияр терезені ашты. Көктемнің жылы ауасы кірді. Ауладан балалардың күлкісі естіледі. Өмір жалғасып жатыр. Бірақ ол енді өмірдің ең маңызды ақиқатын түсінген еді. Адамның жанын жаралайтын нәрсе қатты сөз емес, суып кеткен жүрек. Ал кейбір көз жасы әлсіздік емес. Ол адамзат жоғалтып бара жатқан мейірімнің соңғы үні.